Баршаңызға сәлем бердік. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше етіп клярда балық қуыратын боламыз. Рецептін асықпай, анық етіп түсіндіретін боламын. Сондықтан да өткізбей соңына дейін қараңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен әрине балықты жуып тазалап аласыздар да балықты бөлшектерге бөліп аламыз. Бөлшектеген балықтарымызды мен дәл ортасынан пышақтың көмегімен видеодағыдай екіге бөліп аламын. Өйткені қазір қуырған кезде де өте ыңғайлы болады. Ортасынан кішкене шет жаққа қарай пышақпен кесесіздер, өйткені ортасында үлкендеу сүйегі болады, сондықтан кесілмейді. Осылай пышақпен кесіп жұқалап дайындап алсаңыздар, қуырған кезде де таза піседі, әрі өте ыңғайлы болады. Және де балықтың құйрықтарын осылай екі жанында пышақпен 2-3 жерінен осылай тіліп қойсаңыздар, арасына май кіріп өте жақсы қуырылатын болады. Бұл балықтың таза пісуіне көмектеседі. Балықтардың барлығын бөлшектерге бөліп дайындап алғаннан соң, балыққа дәміне қарай көз мөлшерімен немесе өздеріңіз жобалап тұз қосасыздар. Тұзды қосып, барлық жеріне бірдей жететіндей етіп, араластырып, жағып қоямыз да, бір сағатқа қойып қойсаңыздар, тұзы сіңіп өте керемет дәмді болып тұрады. Ендігі кезекте кляр дайындаймыз. Бір жұмыртқаға шым-шым тұз саламыз, және де бір шай кесе толтырмай су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы суымыздың үстіне 5 ас қасық ұн салып, барлығын жақсылап, арасында ешқандай іртігі қалмайтындай бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Егер массаларыңыз кішкене қою болып жатса, кішкене ғана су қосып, осындай сұйықтықтағы қоймалжың осындай масса шығарып дайындап алыңыздар. Неге қараңыздар, бізде осындай сұйықтықтағы кляр шығуы керек. Кезекте табаға май құямыз. Майымыз қызғаннан соң балығымызды жаңағы дайындап алған клярға екі жағынан да батырып, осылай клярын кішкене ағызып жібереміз де, майға салып балықты екі жанында қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Бізде оттың асты тым қатты болмауы тиіс, орташа отта пісіріңіздер, өйткені қатты отқа қойсаңыздар, балықтың арасы шикі болып дұрыс піспей қалуы мүмкін. Орташа отта балықты екі жағынан кезекпен қуырып аласыздар. Балықты тек ұнға салып қуырғаннан осылай клярға аунатып қуырсаңыздар өте ыңғайлы, себебі тек ұнға қуырсаңыздар балық қуырған майларыңыз қарайып кетеді, ал клярда майларыңыз тап-таза тұп-тұнық болып тұра береді. Балықты барынша қызартып қуырсаңыздар, одан сайын дәмді болады. Мен өте қызартып қуырғанды жақсы көремін. Келесі балықтарымды бұдан да қызартып, әдемілеп орташа отта пісіріп алдым. Егер бұлай жасамаған болсаңыз, міндетті түрде клярға жасап көріңіз, өйткені майларыңыз тұп-тұнық болып, әдемі болып, балықтарыңыз қуырылып шығады. Ал тек ұнға қуырсаңыздар, майларыңыз қарайып, барлығы былғанып кетеді. Өте керемет дәмді болып шығады. Сүйікті менің көрермендерім, менің келесіде шығатын жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып қойыңыздар, және де рецепт ұнаса, өз достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қазақша контентті әрқашан қолдап отырыңыздар. Балығымызды екі жанынан осылай қып-қызыл етіп, барынша әдемілеп қызартып қуырып аласыздар. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, міндетті түрде жасаңыздар осылай. Балықты барынша қызартып алсаңыздар, өте керемет, хрустящий болып
дәмді болады. Міндетті түрде осылай клярда балық қуырып көріңіздер. Ас болсын достар, сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецептім каналым ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Менен шығатын келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.